Баршаңызға сәлем. Павлодарда бірден 13 көшенің атауы өзгертілетінін естіп, есіміз шығып қуанып жүрсек, ұрпақтың рухани тағдырына салғырт қарап, өзгертудің қажеті қанша деген емеурін танытып жүргендерді бар болып шықты. Оларға айтарым, даңқты бабаларымыздың есімдерін ұлықтап, елге насихаттау елім деген әр отандасымыздың борышы. Тізімге енген тарихи тұлғалар мен жер атауларын кей тұрғындар біле бермейді. Сондықтан негізсіз әңгімеден аулақ болу үшін әр атауға қысқаша тоқталып өтейін. Абылай ханның ақылшысы болған сол Абылайдың тұсында 300-дің басы қосылып жұдырықтай жұмылуына, қазақтың абыройы асқақтап тұруына бірден бір себепкер ұлы тұлға Бұхар жырауды. Қаланың төріндегі мешітке есімі берілген, ақындық өнермен адамшылықты насихаттап, фольклор жинап, шежіре тарқатып, артына том-том еңбек қалдырған, біз білетін арғы-бергі тарихта қабірінде 20 жыл бұзылмай жатқан жалғыз тұлға Мәшһүр Жүсіп әулиені. Алаш Орданың даңқты көсемі тірі тұрғанда қазаққа қызмет етпей қоймаймын деп, ел дегенде ет жүрегін жұлып берген Әлихан Бөкейханды, Ұлы Абайдың немере інісі философ ақын Шәкәрім Құдайбердіұлын, қазақ театрына есімі берілген алғашқы классик жазушымыз драматург Шыбын жанын халқынан аямай сол үшін халық жауы деген жаламен ең алғашқы болып оққа байланған алып тұлға Жүсіпбек Аймауытовты білмейтін қазақ кемде-кем. Қай-қайсысы болмасын, көше ғана емес, қала атауына лайықты тұлғалар. Ал хан Абылайдың ордасында билер кеңесінің мүшесі болған Едіге би жайлы ғаламтордағы бар ақпарат есімін елге дәріптеуге сәл аздық етеді. Оның ұлы әйгілі Шоң бидің 265 жылдығына орай биыл өңірлік деңгейде сайыстар өтіп, мен арнайы влог түсіріп қайтқан ем. Сілтемесін осы шығарылымның соңына қарай саламын. Ұлтымыздың аса көрнекті тарихшысы ғалым Ермахан Бекмаханұлы жайында біз не білеміз? Қазақ хандығының соңғы ханы Кенесары Қасымұлы жайлы докторлық диссертация жазып, осы және өзге де ұлт мүддесі үшін, жинаған еңбектері үшін 25 жылға бас бостандығынан айырылып, бірнеше жыл азап шеккен ер жасы 50-ден бір-ақ жас асқанда қайтыс болған бабамыздың тағдыры жайлы оқығанда көзге жас алмау мүмкін емес. Бестужев көшесі енді батыр атамыз Қабдеш Нұркиннің есімімен аталады дегенде ерекше қуандық. Атақты майдангерді Ұлы Отан соғысының ардагері деу ештеңе демеумен тең. Шарбақты ауданының тумасы Қабдеш Темірбайұлының жүріп өткен даңғыл жолынан бір-ақ бар. Жас жауынгердің қан майданға алғаш қатысқан жері Сталинград шайқасы еді. Кейін Харьковты азат ету ұрысында да жауға қарсы тұрды. Қорғасын оқ денесіне 5 рет дөп тисе де, ажалдан аман қалған атамыз елім деп кеудесін оққа тосқан батыр болғаны ақиқат. Оның есімін білмеу сіз бен бізге сын. Ал қаланың басындағы көшенің тәуелсіз Қазақстанның алғашқы қорғаныс министрі Сағадат Нұрмағамбетовтың есімімен аталуы тарихи тұрғыдан орынды, үйлесімділік жағынан да керемет таңдалған. Себебі жақында генерал Нұрмағамбетовтың есімі берілетін көшеде қорғаныс істері жөніндегі департамент орналасқан. Тізімнің ортасынан табылған тағдырымыздағы тарихи шешуші оқиғалардың бірі желтоқсанның орны бөлек. Сол кезде қазақты қазақ басқарсын деген наразылық шарасына ентелеп алаңға шыққан жастардың бірі қамалып, бірі ажал құшты. Әскерилердің тепкісінен сорғалап аққан қан мұз болып қатса да рухтары сынбады. Біз оларға мәңгілік қарыздармыз. Бүгінде керуен жүк тасымалданатын қаланың шеткі үлкен айналма жолын Ұлы Жібек жолы деп атау да қисынға келеді. Әзірге Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің атындағы көше кейін Ақбеттау болып өзгертілуі де тегін емес. Ақбеттау Баянауыл өлкесіндегі асқақта әсем таулардың бірі. Тарихтың талай қанды қырғын майдандарына куәгер мекен. Ендеше ердің аты ұлықталса, сол ерлер қорғаған жердің де атын ұлықтау ұрпаққа міндет болар. Ақжолда мағынасы терең, ауқымы айтарлықтай кең ұғым. Бұл атауды көптеген тарихи оқиғалармен байланыстыруға әбден болады. Сонымен достар, көше атауларын өзгерту керек, уақыт талабы деген пікірімізді қуаттандыру үшін павлодарлықтардың арасында сауалнама жүргіздік. Оларға сіз өзіңіз тұрып жатқан көшеге есімі берілген тұлғаны танисыз ба деген бір ғана сұрақ қойған едік. Вы живете по улице Короленко? Короленко, 3/1. А кто такой этот Короленко, знаете вы? Как личность? Ну, не знаю. Слышала, что Желтоксан будет. Вы живете на улице Володарского, да? Да. Ага. Вы знаете, кто такой Володарский? Нет, конечно. Вы сейчас вот находитесь на улице Володарского. Знаете, кто такой Володарский? Большевик. Крупскаяның кім екенін, Короленконың кім екенін білесіз ба? Жоқ, білмейді.
Жоқ, білмейміз. Я бы еще за, чтобы Геринга переименовали, честно. Мы сейчас находимся на улице Володарского. Вы знаете, кто такой Володарский? Ну, не задавалась такой целью, но, наверное, какой-то деятель, который чем-то заслужил, чтобы назвали его именем. Про декабрьские события знаете, в курсе, да? Вот хотят переименовать в Желтоксан. Вы за? Ну, так как мы живем в независимом государстве, и с одной стороны плохо то, что переименовывают уже какие-то ключевые названия улиц, но при этом, учитывая, что мы живем не в России, то это кто как уже проголосует. Раз мы живем в Казахстане, надо своих казахских деятелей, своих казахских людей, которые почетно уважаемы, которые... Но вначале вот где надо было, конечно, я думаю, что про них надо было рассказывать по телевизору, А что, если потом расскажет? А потом неинтересно. А кто знает, потом расскажет или не расскажет. Я расскажу. Мінекей достар, бұл сауалнаманы көріп-ақ көше атауларын өзгерту жан-жақты салмақталған шешім деп нақты айтуға болады. Біз қазіргі бейбіт өміріміз үшін, зайырлы өзгелермен терезесі тең мемлекет болып қалыптасуымыз үшін аянбаған бабаларымыздың өмірін білуге, есімдерін ұлықтауға тиіспіз, міндеттіміз. Сіздермен бірге болған мен Рымбек Қабиден, амандықпен жүздескенше.